Әлеуметтік желіде жеңгетайлықпен айналысатын парақшылар күрт көбейді. Таныстырамыз, жұп табамыз деп уәде береді. Бұл жаңа алаяқтық схема ма, әлде шынайы онлайн қызмет пе? Бірге талдап көрейік. Мен бойдақпын, атым Динара. Колледж бітіріп, қазір Риза супермаркетінде сатушымын. Өзімнен 5 жас үлкен жігітпен танысамын. Бойдақ казал көмектеседі деген ойдамын. Мен ажырасқан еркекпін, жасым 45-те, жеке фазендам бар, кәсіпкермін, қайта үйленгім келеді. 25-30-дағы қыз іздеймін, бойдақ казал парақшасы тауып береді деген үміттемін. Мен күйеуге шықпаған қызбын. Жасым 35-те, әлі пәкпін. Тағдыр солай жұмыс істеп жүріп қалдым. Бойдақ қызу өмірлік жарымды табуға көмектессе екен. Бір қарағанда бәрі сенімді көрінеді. Әдемі қыз жігіттер, нақты анкеталар, жылы сөздер, жұп іздеген жандар үшін таптырмас мүмкіндік сияқты. Ал тезірек жұп тапқысы келетіндер 500 теңге төлесе дәл сондай видео пост жариялай алады. Алайда мұқият қарасаңыз, бұл видеолардың бәрі дипфейк, яғни жасанды интеллект арқылы жасалған. Соған қарамастан роликтердің қаралымы 1 миллионнан 2,5 миллионға дейін жетеді. Ал пікірлерге көз жүгіртсеңіз, танысуға ниет білдіргендер телефон нөмірін ашық қалдырған. Қауіп дәл осы жерден басталады. Алаяқтар үшін бұл өте оңай қақпан. Себебі телефон нөміріңіз арқылы жеке деректеріңізге, мессенджерлеріңізге, тіпті банкке қатысты ақпаратқа қол жеткізуі мүмкін. Ал таныстыру үшін, анкет ашу үшін деп ақша сұраса, бұл алаяқтың айқын белгісі. Бір видеоға сеніп, өз қауіпсіздігіңізді қатерге тікпеңіз. Бұл видеоны бойдақ таныстарыңызға жіберіп қойыңыз.